Қош бол Nokia. Көпшілігіміз алғаш рет қолданған Nokia телефондары енді мүлдем шықпайтын болды. Бұл ақпарат кейбіреулер үшін қызық болмауы мүмкін десе де, Nokia'ны тұтынған, білетіндер үшін қажет деп ойлаймын. 90-шы жылдары нарыққа шыққан Nokia компаниясының ұялы телефондары аз уақыт ішінде миллиондаған тұтынушының сүйікті байланыс құралына айналып үлгерді. Компания телефондары әлем бойынша сатылымға шығып қомақты табыс тауып, өз брендін қалыптастыра алды. Тіпті $20 миллиард табыс тауып, барлық брендтерді артта қалдырған кездері де болған. Ал 2016 жылдан бастап HMD Global компаниясы Nokia'ны толықтай өздеріне сатып алып, осы брендтің атауымен телефондар мен планшеттер шығаруға кіріседі. Дегенмен бұл уақытта Nokia'ға бәсекелестер көбейіп түрлі маркадағы смартфондар шыға бастады. Атап айтқанда, Microsoft пен Apple'дың өзі бәсекелес компаниялардың сатылымына едәуір әсер етіп, түрлі телефондар шығара бастады. Осылайша құлдырау Nokia'ға да жетті. Жаңаны көргенде ескіні тастайтын, адамдар оны қолданбай қойды. Осылайша компания нарыққа төтеп бере алмады. Ал 2025 жылдан бастап HMD Global компаниясы енді телефондар шығармайтынын және Nokia'ның дәуірі тоқтағанын хабарлады. Өкінішке орай, енді Nokia'ны дүкен сөрелерінен көрмейміз, қолдана алмаймыз да. Кезінде осы телефонды алғаш рет қолданып, білмесек те шұқылай беретін еді. Әсіресе жылан ойыны таңсық еді. Достар, ең алғашқы ұстаған телефоныңыз қандай болды және несімен есте қалды? Пікір бөліміне жаза отырыңыздар.